жіберейін, сол қызықтау болар. Қазіргі таңда Түркістан облыстық тарихи өлкетану музейінде 82 мыңнан аса жәдігерліктер сақталып тұр. Осы қазақ халқының киіз үйін әкеліп отырмыз. Бұл жерде 375-тен аса құнды жәдігерлер көрсетіліп жатыр. Соның ішіндегі мына біздің жарақ бешпент 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басына жататын бешпент пен шалбар. Құнды жәдігерлер қатарына жатады. Біздің музейіміз 1920 жылы ашылған. Біздің музейіміздегі ашылғандағы ең алғашқы жәдігерлеріміздің бірі. Тайдың терісінен жасалынған түрлі түсті жібек жіптермен кестеленіп тігілген. Сонымен қатар беліндегі өрмелі белдік былғарыдан жасалынған, шақшасы бар, оқшантайымен бірге. Құнды жәдігер. Түркістан облысы.